Варикоз ауруын пайызбен айтатын болса, 50% әйел адамдар ауыратын болса, 20% ер адамдар ауырады, және 2%-ға қауіпті деп айтылады. Қандағы, тамырдағы ауру болғаннан кейін әрине бұл қауіпті, сондықтан да УЗИ-ға түсіңіздер, терапевтке барыңыздар, флеболог маманына барыңыздар. Бұл варикоз ауруыма анықтаңыздар, деңгейін анықтаңыздар. Бұл дәрімен, түрлі жақпа майлармен емделмейді. Тек қана шұлық кию арқылы көмек алуға болады, және салқын жылы контрастный душ қабылдау арқылы да көмектеседі. Ыстық су болмайды, ол одан сайын тамырларыңызды кеңейтіп жібереді. Және барлық аурудың түп тамырын табуымыз керек. Біз неден болып тұрған, мысалға біз гипнотерапия кезінде түрлі қорқыныш, үрейдің, сіздің өмірлеріңізде болған жаман оқиғалардың, проблемалардың түп тамырын тапқан кезде бұл көптеген аурулардан арылып жатасыз. Сол сияқты бұның түп тамыры қозғалыстың аздығынан, қан айналымының дұрыс еместігінен болады. Сондықтан да мен өзім қолданып, түрлі йоганы, жаттығуларды жасап өзіме көмектесіп жүргеннен кейін сіздерге де беріп жатамын. Және стимшак, жанартау курсына қатысу арқылы көптеген адамдарға көмектесіп жатыр 7 тәсіл. Сонымен емделсеңіздер де болады. Менің өзімде варикоз ауруы болып көрген жоқ, сондықтан да нәтижелерімен бөлісіп отырыңыздар, таратып жүріңіздер.